Үрімбай Құсылбек балуанға Палуан Данай Бекзат жетті. Осы жеңісімен Түркістан облысының Құралбай Ермек, Түркістан облысы Темірбек Данияр, Ордабасы ауданы. Палуандар дайындалсын. Кашигов Қамбарбек, Ордабасы ауданы. Бір ұпай көп бөлмеген палуанға. Ордабасы ауданының палуаны бүгін кереметтей өнер көрсетіп жатыр. Нұртас бауырымыздың қолдауымен келіп отқан палуандар. Осындай палуандар дайындап, осындай жарысқа қосып жатқан Нұртас Құлтасұлына алғысым шексіз. Ескерту ауызшылар. Төртінші минут аяқталып жатыр. Келесіздің бұл ұпаймен Темірбек Данияр алда. Осы жеңісімен Түркістан облысының әкімінің көңілімен бірінші орын иегері жеңісінің салмақтағы палуандардың келесі бастаймыз. Ортадағы төре жарысы Кашигов Қамбарбек, Ордабасы ауданы. Биылдан бастадық осы нені. Осы спортты Нұртас ағамыз қолға алды. Сол жетекші болып, осы жерден ауданымызға үлесін қосып, әрине сол кісінің арқасында келіп отыр осы жерге. Сосын осы неде финалда енді әрине финал қиын болады ғой енді. Сол финалда қиындау болды. Бәрі спортшы өзі дайындалып келген, әрине спорт мамандары болар. Біз енді Құдай қаласа биылдыққа енді шығып жатқанбыз. Ауданымызда енді кішкене клубта жоқ. Осы жерден бір-екі күн дайындалдық әрине. Сосын ауданымызда өзіміз ара
Төрде кішкене алысып, тренировка істеп, сол кішкене ауданымыздан клуб ашып берсе, соған кішкене өзіміз ат салысып, бұдан да үлкен жетістіктерге жетермек. Құда қаласа жететін үміт бар енді. Жарыста қанша кездесу өткіздің? Қазір 2 кездесу өткіздім. 3 кездесу өткіздім финалмен. 3 кездесуде де жеңіске жеттім. Енді алдағы жоспарың, мақсатың қандай? Жоспар әрине осы спорт ат үстінде. Әрі қарай жеңістерге жетсек, Қазақстанның атын қорғасақ деген ойлар бар. Әрине сол ары қарай соны жалғастырамыз енді. Сергей Егерман. Таза жеңіс. 11 секундта, 14 секундта таза жеңіске Өлкебай Арым жетті. Алматы облысы. Таза жеңіс. 2 минут 48 секундта таза жеңіске Ләтіпбек Алмат жетті. Нұрсұлтан. Ордаға қашуға болмайды. Енді бүгінгі мынау Түркістан облысында өтіп жатқан Түркістан облысының әкім кубогы өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Неге десеңіздер, 5 облыстан келіп жатыр, 2 қаладан және осы Түркістан облысының 5 ауданынан 80-ге жуық спортшымыз қатысып жатыр. Бұл өте жоғары дәреже. Және бұл тағы бір ескере кетсек, мынандай табло деген болмаған бізде. Табло деген осы енді қойылып жатыр. Өте қолайлы, көріп отырсыздар, халыққа да ыңғайлы, кім қалай бал алып отқан бәрі көрініп отыр. Және де ұлттық спорт қауымдастығы атынан биыл 2020 жылы үлкен 3 жарысымыз бар. Ол ақпан айында өтетін Қазақстан қабыланы, Астана, Нұрсұлтан қаласында өтеді. Және әлем чемпионаты Алматы қаласында өтеді. Және халықаралық жарысымыз бар Моңғолия республикасында. Ең осы аударыспақтан ең ірі 3 жарысымыз бар. Ұлттық қауымдастық атынан өткізілетін. Жалпы басқа енді аударыспақтан бөлек жаңағы теңге бар, доп бар. Жалпы қызу деген спорттар жалпы соңғы кезде қалай дамып жатыр? Біздің шабандоздарымыз қалай? Сол жайында айтып өтсеңіз. Бізде қазір осы жамбы ату деген спортымыз өте қарқынды дамуда. Неге десеңіздер, бұл жаңа халықаралық дәрежеде спортшылар өте көп айналысады бұмен. Кореяда республикасы бар,
бүкіл осы мемлекетте көп жамбы ату және мынау көкпарымыз жақсы дамып жатыр, аударыспағымыз да. Енді бізде кішкене ақсаңдап жатқан теңге ілу спортымыз кішкене. Осы биыл аккредитациядан өткізсек, мұны да қолға алып, әлем чемпионаты, Азия чемпионаттарын өткіземіз. Бізде енді ең үлкен ірі жарыс қашан болады көкпарда? Бізде енді осы наурыз айында Өзбекстан Республикасында әлем чемпионаты өту керек негізі. Ол жақтан әлі бірақ ешқандай не ұсыныс келіп түсіп жатқан жоқ. Ол өтпей қалған жағдайда Түркия Республикасында, Түркия мемлекетінде көшпенділер ойыны болады биыл. Қыркүйек айында. Сол жарыс нақты өтеді, ол соған дайындаламыз. Аударыспақтан барлық спорттан. Қанай Ермұхамед, Келес ауданы, Кенжеев Олжас, Ордабасы ауданы. Айтбай Жасұлан, Нұр-Сұлтан қаласы. Ақтық сайыс. Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы, Қазақстан Республикасының аударыспақтың аға жаттықтырушысы Бекмұсаев Жамбатыр. Ақмола облысы, Алматы қаласы, Алматы облысынан келген спортшылар бүгін алғанында. Жарыстың ашылу салтанатына Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасы Бәйден спорт министрлігінен келген қонақтар, барлықтарыңызды бүгінгі жарыстың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Біз әрқашанда ұлттық спортты, оның ішінде көкпары бар, бәйге, аударыспақ, теңге ілу, жамбы ату, әрқашанда қолдауға дайынбыз. Бүгінгі жарыс ұлы жеңістің 75 жылдығына және де мынау біздің облысымыздың әкімінің кубогына арналған бүкіл республикалық жарыс болып жатыр. Соған қош келіпсіздер. Бұл аударыспақта білесіздер, биылғы жылы жаз айында бірінші рет әлем чемпионаты өткізіліп жатыр. Бұл нағыз мықтылардың көкпарда айтады ғой, нағыз Канаданың хоккей сияқты ең мықтылар ойнайды. Бұл аударыспақта да тек мықтылар ғана, өзім ойлаймын, мықты деген жігіттер ғана сайысқа түседі, және де мықты деген жігіттер сайыста ұтып шығады. Сондықтан сіздердің болашақта осы жарысқа қатысқан спортшылар арасында болашақ әлем чемпиондары тұр деп ойлаймын. Сондықтан әрқашанда қазақтың көк байрағын желбіретіп, үлкен-үлкен биіктерден көріне беріңіздер. Тағы да келгендеріңізге рахмет. Мына жарыс бүгінгі осы республикалық жарысты ашық деп жариялаймын. Түркістан облысында ұлы жеңісіміздің 75 жылдық мерейтойының қарсаңында аударыспақтан ересектер арасында Түркістан облысының әкімі кубогы өтуде. Осы жарысқа қатысып жатқан палуандарымызға сәттілік тілеймін. Осы жарысты ұйымдастырып жатқан облыс әкімдігіне, спорт басқармасына, басшыларына, облыстық спорт мектеп директоры Ғани Ахметбаев ағаларымызға көп рахмет айтамыз. Жарыс өте жоғары деңгейде өтуде. 80-ге жуық спортшыларымыз қатысып жатыр. Бәрі жақсы деңгейде өтуде. Жеңіс тілеймін спортшыларға. Тек қана сәттілік. Рахмет. Құрметті қатысушылар, қонақтар, мінекей мына 2020 жылға
жыл басындағы мінекей ұлттық ат спорт түрлерінен ауылдар спортынан мынау Түркістан облысының әкімдігі кубогіне республикалық турниріміздің басталып жатыр. Бұл жарыстың маңыздылығы мынау жастарымызды спортқа баулу, ұлттық спортқа баулу, насихаттау жөнінде мінекей Түркістан облысының әкімдігіне рахмет айтамыз. Және де бұл спортшылардың алдағы биылғы 2020 жылғы болатын байрақты бәсекелеріміз бар. Республикалық чемпионаттарымыз, әлем чемпионаты алда мінекей соған дайындық есебінде өткізіліп отырған бір себебі. Сондықтан мынау қатысушыларға рахмет айтамыз. Мінекей мынау солтүстік өңірден келіп жатқан палуандар, Ақмола облысы, Павлодар облысы, Қарағанды облысының спортшыларына, мынау сол команда жетекшілеріне рахмет айтамыз. Ал барлықтарыңызға, спортшыларға сәттілік тілеймін. Рахмет. Өнеріндегі біздің екі спортшымыз спорт шебер атағын алған, соны марапаттау рәсімін өткізіп берсек. Және